Күнде ең қатыстық. Продуктыға шықтық. Мындай көсей. Как всегда, Жомартты күтіп отырмыз. Құртқа и дәндерге кеткен. Жомарт кетті, бізде жаймен жыбырлап түсіп жатырық машинадан. Бүгін Қызылордада деген күн ерекше ыстық. Қызылорданың ыстық күндері басталды. В общем, біз продуктыға барып келатырмыз. 3 баламен жүрем деп жынды болып кеттім. Мен шамалы нервімді, біздің қасымызда мопед кетіп жатыр. Нервімді басайын деп осынша сағыз алып алдым. Оттого нервіштетіп кеттім үшеуімен. Алихан жылап кеттім, бақырып, көшіріп. Тастайтын жер жоқ, енді амал жоқ, өзімен алып жүрем, өстіп істемен. Біз продуктыдан келдік. Екі қыз продуктын жайғастырып жатыр. Анеля симағандарын ар жағына салсай. Мен андай баклажан алдым. Не қуырғым келіп тұр? Салат. Помидор араластыратын ше. Бірақ қыздар жемейді оны. Мен ғана жейм. Жей алмайды ондай салат. Мұнда да бәрін реттестіріп жатыр. Тағы да мұндай шоколадный печенье алдым. Тағы да бір түрін алдым. Пішінайдың. Рахатовскийдің несін алдым. Вафлиен. Дәндер, құрттар, сосын осынша чупа-чупс алдым. Чупа-чупс енді біраз екен мына жерде. Килограмда сатып тұрғасын алдым да, осы тұрғаны 318 теңге болыпты. Нормально, балалардың арасында жегісі келеді. Алихан әсіресе осындай жегісі келіп жүр, чупа-чупс деп. Осындай продуктлерді қыздар енді реттестер болды, уже айтпақшы қыздар. Только алманы, огурцы, помидорды жуу қалды. Ағыра кет қалды ғой. Жаңа іште 2-3 құс әдемі шиқылдап жүреді, е? Жүгіріп кеп камерамды алып кетсем, ары ұшып кетті уже. Продуктыға барам деп мен қыздарымның қарны ашып қапты. Булочканы кесіп, не дейтін еді? Бутерброд сияқты жасап жатыр. В общем, ортасына қазір сәбіз қоямыз дейді. Жартысына аяқошқа жағып жүрсей. Қарны ашып кетті. Осылар алған ғой продуктыны. Мамасының нервісіне тиген әбден. Бізде ночной мажор дейтін беді. Түнде тамақтанып жатыр. Балалар жаңа көршінің үйіне барып, біраз әңгіме айтып, Алихандар, аяқоштар, әнүліктер ойнап, үйге келіп жатырық. Ол үйден шай тамақ ішсе де үйге келіп шай тамақ ішу керек қой, обязательно. Келіп бірдеңе жеп, анау-мынау өшім жеп. Қазір енді ұйықтаймыз. Бізде сағат түнгі 11 деп осылайынан тамақтанып жатыр бала-шаға деген қарындар. Бірдеңе жейік деп қарындар аш. Анеля папасына сыйлық дайындапты. Алиханға папасына өз қолымен сыйлық дайындапты. Тез қағаздан жасап, соны сіздерге көрсеткісі келіп тұр екен. Міне мынау мойынға тағат папасының отан қорғаушылар күні дейді. Бұл папасына. Мынау Алихандікі отан қорғаушылар күні екеуінің мойнына тағып қояды екен мейрамдарымен деп. Мынаның ішінде не бар? Кек. Көрейік та. Кәріңіз кеп тұрғы. Алихандікінде ашып қостың. Папаныкі. Сыймасын естіп екі өктен. Мына былай 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Сосын папа, мейрамың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, жасыңа жас қосыла берсін, сен үйдің қорғаушысысың, сені үйде бәріміз жақсы көреміз. Бәріміз жақсы көреміз. Мен жақсы көрмеймін. Папасының қыздары бұлар. Папасына жолатпайды, сөйлетпейді. Папасына ұрыссам, аяқош екеуі деген мені жек көріп тұрады. Мынау Алихандікі. Алиханға не жазын екен? Алихан, мейрамың құтты болсын, үйдің кенжесі, еркесі болып жүре бер, сені барлығымыз жақсы көреміз. Мен жақсы көрмеймін. Де қоймайды дейсің ғой. Күшті екен, молодец. Қашан бересің енді оларды?
Қазірде сағат 6:30. Мен осындай уақытта тұрып алды мына жігіт. Ойбай, сонша ерте тұрып алды ғой ше. Мен тұрғыз тәтелерін барып түртіп оятқысы келіп жатыр. Осылай ерте тұрдық енді екеуміз. Біз Алихан екеуміз ұйықтамады Алихан қайтадан. Сонымен екеуміз осындай бутерброд жасап алдық жұмыртқадан. Ішінде нан, жұмыртқа, сыр, колбаса бар. Қазір кофе дайындап алам. Аякошқа сүт пісіріп қойдым. Ой, Аякош деп Алиханға сүт пісіріп қойдым. Қыздар деген әлі ұйықтап жатыр. Сонымен екеуміз таңғы 7-де таңғасымызды ішейін деп отырмыз ғой. Білмеймін, неғып ерте тұрып алғаным. Біздің қыздар бүгін осындай зат жасаптым. Осындай қағаздан осындай есеп анылек сіңлісіне есепті осылай үйретіп жатыр екен. Қараңыздар, мына жерде 1-ден 30-ға дейін санды жазған. Сосын мына біреудің бәрі қозғалады екен. Мысалы, мына жерге жазу жазады да, сосын оны өшіреді. Міне, тряпкасы бар өшіретін. 9 Фломастерлері. Өшіріп дұрыс жазбай қапты уже. қосу 6 қосу 1 дейді. Мысалы, мына жерде енді қараңыздар. Оны қалай есептейсің? 6-ға дейін апару керек. 6 қосу 1. Бір қадам алға жүресің, сен болады 7. Әне, молодец. Анылік осылайынан үйретіп жатыр. Мысалы, 24 қосу 3. Оны қалай есептейсің? 20. Былай өшіреді екен. Мынау фломастер шамалы жұғатындай фломастер керек екен, 4 қосу неше? 24 қосу 3. 4. Қайтадан жазып жатыр. 24 қосу 3. Қана Аякош есептеші ал. Ол астында жоқ па не қағазы? Түсіп қалды ма? Жарайды. 24-ке 3-ті қос. 24. 24-ке апарасын, сосын 3-ті. 3. Неше болады? 27. Молодец. Осылайынан үйретіп жатыр екен тәтесі. Ерте тұрғанның пайдасы. Мен фарш жасап тастадым. Уже сол еттердің шамалысын майдағып кесіп тастадым. Тамаққа жібуге оңай болсын деп кесіп қойдым, тұздап қойдым жартысын. Үшін біраз жұмыс жасап тастадым. Қазір енді обедке кірісейін деп жатырмын. Борщ жасаймын. Как раз ет жібіп әдемі болып тұр. Капуста қалып қойған үйде. Үй жинап алдым еще. Алиханға рахмет деп отырмын ғой. Ерте тұрғаныңа. Мен не істеп жатырмын? Мына жақта салат істеп қойдым. Свежий салат. Қазір тамақпен жеуге. Мына жақта борщ пісіп жатыр. Мына жақта компот пісіп жатыр. Уже дайын болды, астына өшіре салайын. Йогурт жеген ыдысы бізге керек деді. Мына ыдысын жуып қойдым. Қазір сыртында қағасын алып тастаймын. Сонымен қыздарға берем. Өздері бірдеңе жасайды екен. Ойыншық па, бірдеңе жасағысы келген шығар. Маған жуып қой деген тапсырма берді. Вот осылай обед дайындап жатырмын. Достар, бізде сағат кешкі 5. Үйде отырғымыз келмеді енді. Сөйтіп, 3 баланы киіндіріп алып, шамалы жүріп қайтайық, таза ауа жұтып қайтайық деп шықтым. Қазір біз енді автобусқа мінейін деп тұрмыз. Шынымды айтсам, мен қорқам 3 баламен жүруге. Мен вообще жүрмейді екенмін папаларсыз. Бүгін сол жүріп көрейін енді. Ертең жаздай өзіміз жүреміз, Құдай қаласа. Жомарт жұмыста болады деп шықтық енді. Дала деген күшті болып тұрғандай, жаңбыр жауатын погода болады ғой. Сен автобус күтіп тұрмыз. Жүрміз, то есть таза ғашты. Жаңбыр жауатын. Алихан құртын сүртіп, біз ауызын құртын сүртші. Достар, біз автобусқа мініп, асықпай, центр жаққа келдік. Сонымен жүрміз енді. Жапырақтап. Қазір бір жерге барып отырамыз, арбат жаққа. И жаңбыр сүркелеп тұр ғой. Мен айтам, жаңбыр жауып кетпесе екен деп. 2 сағаттан кейін Құдай қаласа папамыз жұмыстан шығады. Сол кезде машинаға мінеміз, оған дейін жаңбыр жаумаса екен деп келе жатырмыз.
Погода деген. Бала шағамыз үйден шыққанымызға. Мына тәтелері Алиханды мазақ қып келатыр. Қолым ауырып тұр, кепкі ұстағаннан терлеп кеттім деп басына қоя сапты. Оны біліп келатқан жоқ Алихан вообще. Не істеп саған тәте? Үшінде осылай отырып демалып, бізде осындай чупа-чупс бар. Үшеуіне. Ал маған құрт берші маған аяқ үш, анулік. Тәтеге етші, мен чупа-чупсты вообще аша алмайым. Қиын маған. Баланың артынан жүгіріп жүрмін. Үйден шыққан өзіңнен көр деп. Үшеуі осылай жүгіріп ойнап жүр. Мынау бізде 3 ата. Мына жақта осындай. Ана жерде қазір жаттығу жасайтын жерге барып. Жаттығу жасайды үшеуі. Мына скамейка, ой, мынау не деген, качеля деген босамайды вообще. Енді босап. Ойбай, мен бала жағамен отырып алайын жатырмын. Вау. Ана жақта екі качеляда босады. Это хорошо. Аяна, қызым, отырасың ау? Бүлдірдің ғой, отыратын жеріңді бүлдірдің ғой. Осылай біз кастеніп отырмыз. Значит, біреу мороженое әкеп берсе ғой деп. Ана жерде бір андай құйылмалы мороженое бар, сататын еді. Что-то жабық тұр бүгін. Сонымен қай жақтан магазин бар жақын жерде деп отырмыз. Молозный зегіміз кеп. Ура, папамыз келді. Біз біраз жүрдік далада. Қазір енді парк жаққа баратырмыз. Сол жақтан мороженый жейміз, или коктейль ішеміз, шамалы ойнаймыз, шамалы жүреміз далада. Уже қараңғы болып баратыр. Қайқымды қосы. Асқау аумағы деймін.